Бұл бәлкім өміріңе өзгеріс әкелетін, көзқарасыңды өзгертетін бейнеролик. Сондықтан бірнеше минутыңызды бөліп мұқият көргеніңіз абзал. Адам өмірінің мәні неде? Бұл меніңше әркімнің ертелі кеш азды көп ойлап көрген сұрағы. Махаббат па? Қызмет пе? Әлде ақша ма? Әйтеуір өмірге келген сәттен бастап біз дамылсыз алдыға ұмтылып келе жатырмыз. Оқуда бағамен, қызметте мансаппен жарысамыз. Үйленген соң табысымызбен, басқа отбасымен бәсекелесеміз. Ал өмірден өткен соң кімдікі көріктірек деп қабірге қойылатын таспен де жарысамыз. Сонда біз өмірге тек біреумен бәсекелесу үшін ғана келгенбіз бе? Былай қарасаң, бәріміз бақыт табу жолында жүргендейміз. Ал шын мәнінде біз шын бақыттан бірте-бірте алыстап барамыз. Жолда қай адамға қарасаң да өңінде бір әйтеуір алаңдаушылық бар. Асығып, аптығып барады. Бақыт табамыз деп жүріп, азапты жолға түсіп алғандаймыз. Басымызда түрлі ипотека, тұрмыстың ауыр қыспағы, бізді терең бір тыныс алудың бар мүмкіндігінен айырғандай. Осының бәрі бір ғана мақсат үшін – ақша. Адамзат өркениеті мыңдаған жылдар бойы қалыптасты. Ақшаның қызметі қоғамның дамуына үлкен ықпал етті. Сөйтіп бүгінде ақша адамды психологиялық күйзеліске ұшырататын, тіпті жиіркенішті бір құралға айналды. Себебі біз өмірді ақша табу үшін сүретін болдық. Расында бұл өте аянышты жағдай. Негізі өркениетті дамудың басты мұраты көптеген табысқа жету емес, керісінше қалған өміріңді жаның қалаған тұрмыс дәстүрімен сүру еді. Бірақ бүгін олардың орындары ауысқан. Әр адамның бұл әлеммен қоштасатын сәті келеді. Бұл өмір заңы. Бұл әркімнің маңдайында жазулы. Бірақ соған қарамастан дүниені бар уақытымен күш-жігерін, тіпті денсаулығын өзін құрбан ете отырып тыңдайтын адамдар бар. Жылдар қас қағым сәтте өтіп жатыр. Туғаннан мектепке дейінгі, қызметтен үйленгенге дейінгі, шаңырақ көтеріп ұрпақ тәрбиелегенге дейінгі аралық. Өмірден өтер шақтың арасы бір қадам ғана. Өз өміріңе бір сәт той жүгіртші, қолың неге жетті? Иә, байлық өмірдің бір мәні. Алайда қанағатпен өмір сүруде неге мән жоқ? Басында жыртық лашығы жоқ адамдар көп. Бірақ бұл олардың бақытсыз екенін білдірмейді. Байлығы бір басынан асып тасыған адамдар бар, бірақ бұл олардың бақыт екенін білдірмейді. Көне замандағы адамдар үшін бақыт деген күш қуат еді, ал соғыс кезіндегі бақыт амандық. Қазір көптеген адам бақыт деп әркімнің қоғамның ықпалы негізінде қалыптастырған көзқарастарын айтады. Ал жүрек түкпірінде жатқан нағыз бақытты олар шын мәнінде түсінбейді. Шын бақыт жүрек түбіндегі тазалықтан келеді. Әрбір адам тұрмыста берекені қалайды. Адамзат табиғаты солай. Бірақ соқыр салыстыруларға үздіксіз бой алдыру, дүниеге жан тәніңмен берілу, шын бақыттың табиғатына кереғар. Біз ылғи да өзімізде болмаған дүниенің соңында жүріп, дәл қазір басымызда тұрған ең қымбат сәттерді елемейміз. Соңында айтарымыз, қабылдасаң да, қабылдамасаң да, енді бір белгісіз уақыттардан кейін адамзат өркениетінің барлық іздері өшеді. Сен қанша жерден тамаша жетістікке жетсең де, керемет қолбасшы, мейлі данышпан, ұлы адам болсаң да, бәріміз де бұл жалғаннан көшеміз. Бұл ғаламның жоқ болған кезіндей ғайып боларымыз хақ. Кең ғаламның құшағында тұрып терең ойласаң, негізінде бұл жалғанда күллі адамзатқа қатыстының бәрі тіпті сөз етуге де тұрмайды. Біздің бар болуымыз бен жоқ болуымыздың ғалам үшін тозаңдай әсер жоқ. Есіңде болсын, рухани байлықты дүниелік таудай байлықпен салыстыруға тіпті келмейтінін сен өлімге бір-ақ қадам жақын тұрған кезінде ғана түсінесің. Біздің субъективті санамыздағы үйлер мен көліктердің шын мәнінде мәні мен құны жоқ. Бар ғұмырымызда жан тәніміз бен ақыл санамызды арнап тапқан ақшамыз бұл қоғамнан ажыраған соң, оның құны сен үшін бір жапырақ қағаздай-ақ. Бұл өмірмен қоштасар сәтіңде мансап пен қаражаттың маңызы қалмайды. Тек өзіңмен ала кететін, ешқашан сарқылмайтын бір-ақ нәрсе бар. Ол сенің иманың.